Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Тұман түсіп, жел күшейеді. Бүгін ауа райы қандай болады? Қазгидромет РМК-сы сәуірдің 9 күнгі ауа райы болжамын жариялады. Кәсіпорын деректеріне қарағанда, еліміздің аумағының басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне орай күн құбылмалы болады. Көбіне жаңбыр жауады. Республиканың солтүстік-батысында, солтүстігінде түнде қар аралас жаңбыр, күндіз жаңбыр жауады. Облыстың оңтүстік-шығыс таулы аудандарында да жауын-шашын болжануда. Кей уақыттарда қатты жауын-шашын, қар, жаңбыр болады. Облыстың шығысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Тек еліміздің батысында, оңтүстік-батысында ғана күн жауын-шашынсыз болады. Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Елдің солтүстігінде көктайғақ болып, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында дауыл тұрады. Бұршақ жауады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау саламатта болыңыздар.